Екінші бір дүние, ойды, арманды өзгерту керек. Сен не ойласаң, сен солсың. Біреу айтқан екен, жүрегіңнің қайда жүргенін білгің келе ма депті. Жүрегіңнің қайда жүргенін білгің келе ма? Иә десе, армандағанда жүрегің қайда, сен сояқтасың депті. Сондықтан жүрегің аспанда лағып жүрмесін, жинаңыз. Ойыңыз аспанда жүрмесін, жинаңыз. Рас, ойды тоқтата алмайсың. Ой жүйрік нәрсе, ол кете береді, бірақ сіз қолыңыздан келетін ойды ойлай аласыз. Сіз қолыңыздан келетін арманды армандай аласыз. Ендеше мен қари болам, мен Құран жаттаймын деген нәрсені сіз көп айтыңыз. Білесіз ба? Бір адам менен сұрады өткенде. Намазды оқып бастаған кезінде қатты қызығатын едім, соңғы кездері намаздың дәмін сезбей жатырмын. Қысылып жүрмін. Неден? Өзім зорлықпен оқып жүрмін намазды. Кейбір бауырым намазды тастап кетті деп сұрақ қойды. Расында да мен бұл сұрақ өте көп қойылады. Жауабы да әртүрлі шығар, бірақ сол жауаптың арасында керемет бір нәрсе ойыма сарт ете қалды. Ниет деген нәрсе. Ол психологияда қазіргі жұрттың зерттеп жатқан дүниесі. Ниет. Білесіз ба? Намаздың ниеті ханафи мазхаб бойынша қалай айтылу керек? Мысалы, бесін намазының 4 ракат сүннетін оқуға деген нәрсені сіз ниетті қалай айтасыз? Ең қарапайым, біріншіден ниет қарапайым болу керек, қысқа болу керек, нақты болу керек. Ниет қылдым, осындай намаздың, осынша ракағатын оқуға кім үшін? Алла үшін. Ықыласпенен. Не оқитыныңды, кім үшін оқитыныңды, сен қандай халде оқитыныңды айтып қойдың. Оны бірақ көп адам тілмен айтады. Бірақ қазір психологията айтты, сол ниетті құр әшейін тілмен айта берсең де, ол жүрегіңе подсознание дейді ғой, түпкі сана дейді. Соған отырады дейді ғой. Түбі отырады екен да. Сол үшін ниетті ықыласпен айтсаң да, ықылассыз айтсаң да, ол қабыл дейді. Ол әуелі бастан айтып кеткен да. Қазір психологтар оны былай зерттеп атса да, айтылады. Ниетті тілмен айтсаң болды дейді. Иншалла ол қабыл, иншалла намазың қабыл дейді. Сен оны ықыласпен, ықылассыз, яғни автоматтық түрде оқып қойсаң да, ниетті айттың, оны иншалла қабыл дейді. Қараңызшы, мықтылығы. Бұл әуел баста айтылып кеткен дүние. Бұны қазіргі психологтар енді зерттеп жатыр ғой, міне деп. Намазда ниетті дұрыс айта білген адам намазының дәмін сезеді. Дәл сол сияқты істе пайғамбарымыз айтқан жаддиду ниятакум. Өз ниеттеріңді жаңартыңдар. Әр ниетті жаңарту керек. Күніге таңертең тұрғанда ниет қылыңыз. Кешке жатарда ниет етіп жатыңыз. Әр істі бастарда ниет қылыңыз. Құран кітабыңыз ашып алыңызда бисмиллахир-рахманир-рахим ниет қылдым. Не үшін? Алланың ризалығы үшін, ықыласпен осы Құранды жаттаймын. Және иншалла осы Аллахым өзіңнен сұрайтыным осы жаттаған Құранымды амалда қыл, ойыма оңай қыл, жаттауымды кең қыл, түсінікті қыл, тез жаттап алайын деп сұраңыз Құдайдан. Құранның алдында тұрсыз ғой, қабыл болады. Ниет. Сол үшін ойыңды жина, арманыңды жина. Сенің ойың қайда, сен сондасың. Сенің арманың қайда, сен сондасың. Сол үшін сенің ойың мен арманыңды мақсатың шешсін. Яғни не нәрсені мақсат қылдың, сол нәрсені ойла, сол нәрсені арманда. Сонда ойыңда, мақсатыңда жинақы, арманыңда бүтін және өлшемді болады. Лағып аспанда жүрмейсіз, және бекер өміріңді зая қылмайсың. Пәлен жылыңды ұйықтап, одан қалғанын армандап, екі қолыңды мұрнын шұқып жүрмейсің. Бәлки керек Құдайдың бергенін дұрыс пайдалана аласың. Бірақ әдет деген дүние бар. Білесіз ба? Сіз бір істі өзіңізге зорлықпен істете аласыз. Бірақ ол қашанғы болады? Ойлаңызшы, адамның күш жігері бастан аяқ тоқтамайтын күш жігерден тұру мүмкін емес. Күш жігер бір кезде келеді да, бір кезде түсіп қалады. Сол үшін егер сіз бір нәрсені сіз жігермен істесеңіз, күшпен істесеңіз, ол бір уақытта не қылады? Түсіп кетеді. Сол үшін сіз істей алмай қалатын уақыт болады. Ол нәрсені не нәрсеге айналдыру керек? Сіз оңай істеу үшін. Және істеп атқан кезде сіз соны іздеп, соны істемесен қиналып қалатындай дәрежеге апару үшін сен оны әдетке айналдыру керексің. Мысалы, сен күніге таңертең жүгіруді әдетке айналдыру үшін сен оны ішке кіргізіп жіберу керексің. Психология сөйтеді, подсознание дейді.
Сен мысалы Құран оқуды сондай дәрежеде әдетке айналдыру керексің. Оқымасаң ауыратын адам болу керексің ғой. Кәдімгі наркоман адам сен. Құран оқымадың ба, сен оны іздейсің. Мен оқымадым Құран. Бір нәрсем жетпей тұр. Мысалы намазды алғашқы уақытында оқып қалу сондай бір дәрежеде. Сол істі істегеннен кейін оны іздеу үшін міндетті түрде, мысалы Құран оқыдың ба, сабағыңды оқыдың ба, ұстазыңнан бағаңды алдың ба, сен келгеннен кейін секунд, көп емес, бір 10 секунд ше өзіңе уақыт бер да өзіңді мақта. Және ұстаздарға да айтатыным сол. Алла разы болсын, бүгінгі сабағың дұрыс болыпты. Осы еңбегіңнен қайтпа деп ұстаздарға да өтінішім, поддержка бер балаңа. Ол қуат, балаға күш қуат береді. Психологияда ол сол уақытын күш қуат береді да, сол кішкентай, ол алдау сөз емес. Сізге шынымен қуат береді. Келгеннен кейін сіз қайтадан Құранды іздейтін боласыз, сізді ауру болады ол. Келеді да, сіз Құран оқисыз, оқымаған күнің сен іздейсің. Ал істеп болғаннан кейін өзіңе айт, альхамдулилля, енді кім болдың? Енді бір қадам болса да арманыңа жақындадың. Бүгін бір бет тапсырдың, альхамдулилля, ертең тағы бір бет, тағы бір бет, тағы бір бет, осылай кете берем. Күніге жақындап жатырмын мен. Бұның өзі үлкен қуат. Бітірдіңіз ба сабағыңызды? Альхамдулилля, мен арманыма жақындадым. Белгілеп қойыңыз өзіңіз. Үлкен нәрсе бұл. Сізге бір қуат береді. Ертең сіз осыны іздейсіз қайтадан. Мен Құран оқысам екен, мен намаз оқысам екен, мен сауап амал қылсам. Бұл барлық істе. Мен Құран мысалында келтіріп тұрмын. Бұл барлық істе осылай жасау керек. Сонда сіз әдет, дұрыс әдет айналдырасыз. Жаман әдеттен міндетті түрде арылу керек, бауырлар. Жаман әдеттер жалқаулық, жаман әдеттер енжарлық, жаман әдеттер қырсықтық, жаман әдеттер өте көп. Сізді не нәрсе ұнамайды, ол достарынан сұра. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мектебін көрген сахабаларда сөз бар екен. Кім мені сынайды, мен соны жақсы көрем дейді екен. Біз керісіншеміз қазір, кім сенің жамандығыңды айтады, сен оны жек көресің. Сен оны жақсы көр. Не үшін? Ол сені алға қарай жылжытып жатыр. Сені алға қарай жылжытып, сен содан сабақ ал да арға қарай жылжы. Қимылда, әрекет қыл. Сенің жамандығыңды айтты, альхамдулилля, Құдайға шүкір. Енді содан арыл. Сол нәрсені қимылда. Менің қандай тағы да кемшіліктерім бар деп сұрап ал қайта сол адамнан. Айта бер, 10 кемшілігім, альхамдулилля, айт. 100 кемшілігім бар, ого, альхамдулилля, 100-ақ екен ғой, жұрттікі саналмайды. Сенікі 100-ақ екен. Сондықтан кемшілік естің ба, соны түзет. Бірақ қалдырма оны. Сенің кемшілігіңді айтқан адамды жақсы көру міндетің. Соған шүкір айт. Сол үшін Құран оқып жатқанда ұстаз сіздің қатеңізді айтты ма? Сол қатеңді түзет. Ол жек көріп одан қорықпа, қате қоям екен, жоқ. Қатесіз адам жоқ. Сенің ұстазың да кезінде талай таяқ жеген, талай қателескен. Ол сол жерге қалай жетті? Еңбекпен жетті. Сен де иншалла қателесіп алсын, альхамдулилля, Құдайға шүкір. Бірақ сол қатені келесіде тағы да алып келу емес. Сол қатені түзету керек. Сонымен жұмыс жаса. Бұл сені қуаттандырады, сенің адам екеніңді білдіреді. Сен қателестің ба, сен адамсың, сен тірісің. Сен алға қарай жүруге саған мақсат табылды. Сол қатеңді түзетіп алға қарай жүруің керексің. Қатеңнен қорықпа. Мен қатем көп екен деп ойлы. Сенен басқа адамдар қатесіз күшті қылып атқан сияқты көрінеді, ол өтірік. Оның қатесін айтпай атқаны, онда оның қатесін айтатын адам табылмаған, ол наоборот бақытсыз, керісінше. Ол керісінше бақытсыз адам. Оның қатесін айтпады. Сенің қатеңді айтатын адам бар, сен бақыттысың. Сондықтан Құран оқуға ұстаз керек, міндетті түрде сіздің қатеңізді айтатын. Дұрыс әдет. Біріншісі қарапайым болу, екіншісі дұрыс мақсат қою, үшіншісі ойменен арманды жинау, төртіншісі дұрыс әдет. Жақсы әдетті алу, жаман әдетті тастау. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Ең оңай рецепт әдетті реттеудің. Бір істі қайталасаң, әдет болады. Әдетті қайталасаң не болады? Мінез болады. Мінезді қайталасаң тағдыр болады дейді. Сенің өмірің болады. Сол үшін Құранды оқуды көп қайталасаңыз сенің әдетің. Әдетіңді көп қайталай берсең, ол сенің мінезің болады. Сенің мінезің Құран деген кім ол? Кімді айтқан? Пайғамбарды айтқан. Айша анамыздан сұрайды.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезі кім еді, қандай еді десе, мінезі Құран еді дейді. Міне, Құран орталығындағы құрметті бауырлар, сіз пайғамбардың жолынан ұстауға бір қадам жақын адамсыз басқалардан. Басқалар сіздің орныңызда болуды аңсайтын шығар. Сіздің орныңызда мен болайыншы деген 1000 адам бар шығар, одан көп болмаса. Ендеше сіз Құран оқып жүрсіз ба? Онда сіз пайғамбардың мінезін алуға өте жақын тұрсыз. Егер сіз соны алмай қалсаңыз, сізден банкрот адам жоқ. Сізден бейшара адам болмайды.